Құдай қаласа ертең 2026 жыл қаңтар ай басталады. Ол календарлық жаңа жыл. Финанс жағынан, бухгалтерский учет жағынан құтты болсын. Бір жыл қандай табыстыққа, қандай жетістікке жеттік анализ жасаймыз. Ең маңыздысы аман сау, деніміз сау, санамыз сау болсын. Құдай сынағын берсе, жеңілдігімен берсін. Қазақстан елін шын даудан сыртын жаудан сақтасын. Бала шағамыз өне-өсіп берекелі болсын. Құдай сынағын берсе, жеңілдігімен берсін. Табиғи жаңа жылымыз ол наурызда. Наурызда тағы бір құттықтарымыз. Ең маңыздысы сауатты болайық, білімді қуайық. Егер заңды түрде жұмысқа барам десеңіздер, Келбар компаниясы сіздерге ақпарат беруге дайын. Кеңес беру бізге тегін. Тағы да айтып шаршамаймын. Туристік визамен кредитіміз бар, ақша жоқ, сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, өзіңізді алдамай-ақ қойыңыздар. Туристік визамен жұмыс істеуге болмайды. Қазір Австралияға, Кореяға, оңтүстік Жапония дейді, сол мемлекеттерге жіберіп жатыр, барамыз, 1,5-2 миллион, 3 миллион табасын бәрі далбаса, ұсталып қалып, сразу депортацияға ұшырайсыздар. Ешкім құқықтарыңызды қорғай алмайды. Бір ай істетіп ақшаңыз төлемесе, полиция жасасаңыз, полиция ұстайды да депортировать етеді. Америка штаты, Канада дейді, о жаққа да жұмыс визасы берілмейді. Алданып қалмаңыздар, орташа 8.000 теңге төлеп жатсыздар. Егер Америка, Канадаға виза бермейтін болса, біз сіздерге сразу айтады, визадан отказ болады, бермейді дейміз. Бірақ туристік виза жасаған десеңіздер, Америка полное сопровождение 100.000 теңге. Егер тіркеп беріңіз десеңдер, 50.000 теңгеге тіркеп қандай документ керегін айтамыз. Канадаға да виза алу қиын, абайлаңдар. Ол тұрмақына Австралияға барып жатыр ғой, заңсыз жүреміз, кредитіміз бар, сондай, ақша жоқ, ол жолға түспеңіздер. Сол үшін тәртіпке бас иейік, тәртіпке бас иген халық құл болмайды, тәртіпсіз ел бола алмайды, бауыржан момышұлы атамыз айтып кеткен. Сол үшін біреуге ақша төлеудің алдында заңгерлермен, білімді адамдармен ақылдасыңыздар. Жақсы ма? Жақсы, келесі жылымыз қазақ еліне құтты болсын. Аман есен жаңа завод, фабрикалар құрылып, Қазақстанда да жұмыс орны болып, жоқ дегенде 500-600 мың теңге табуларыңызға тілектеспіз. Шетелге барамыз десеңіздер, қара жұмыста орташа 1 миллион теңге, мамандар, құрылысшылар, дальнобойщиктар олар 2 миллионға дейін табады. Сілтемені басыңызда тіркеліңіздер.